Саламатсыздарма, құрметті Болашақ университетінің студенттері. Бүгін мәдениеттану пәні бойынша қоғамдық пәндер, тарих және география кафедрасының ұйымдастыруымен видео дәріс ұсынамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мәдениет семиотикасы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, мәдениеттің мәтіндік және семиотикалық концепциялары, мәдениеттің негізгі рәміздері, мәдениеттің рәміздері мен архетиптері. Үшінші, мәдениет формалары: миф, өнер, дін, мораль, философия, құқық, саясат, ғылым, техника. Бүгінгі дәрісіміздің мақсаты мәдениеттің мәндік және семиотикалық концепцияларына тоқталу, мәдениеттің рәміздері мен архетиптерін ашып көрсету, мәдениет формаларын анықтау. Семиотика мәдениеті, семиотика негіздері. Мәдениеттің мәтіндік және семиотикалық концепциялары. Семиотика дегеніміз бұл белгі, таңба деген мағынаны білдіреді. Семиология таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым. Адамзат қоғамына қызмет ететін салалардағы тіл, мәдениет, салт дәстүр, кино және тағы басқа табиғатты, жануар дүниесіндегі коммуникация немесе адамның өз қызмет қабілетіндегі заттарды көру, есту арқылы қабылдау, логикалық пайымдау, ақпараттың сақталуы мен қабылдауына қатысты әртүрлі таңбалық жүйелердің құрылымы мен қызметінің жалпы мәселелерін зерттейтін ғылыми пән болып табылады. Семиотика белгілер туралы ғылым. Семиотика пәні адам мен әлем арасындағы қарым-қатынас. Соның ішінде адам мен басқа адамдар арасындағы қарым-қатынас. Мәдениеттің семиотикасы дегеніміз бұл семиотика бөлімі, олар құрылып, өмір сүріп жатқан қауымдастықтағы мәтіндік және символдық формалардың қозғалысы мен өзгеру заңдылықтарын зерттейтін бөлімі. Тіл мен әдебиет семиотиканың негізін қалағандар 1920-30 жылдары Прага лингвистикалық мектебі мен Копенгаген лингвистикалық үйірмесінің өкілдері, яғни Трубецкай, Якобсон, Эльмесов, Брёндаль. Семиотика заңдылықтары бұл семиотикалық жүйелердің негізгі құрылымдық элементтерінің фенома, морфенома, сөз сөйлеу, дауыс ырғағы бір-бірімен қарама-қарсы келуі арқылы